Ал балалар, жамандыққа жақсылық деген шығармамызды оқып берейін сендерге. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Қызылбас патшасының Абдулла деген уәзірі бар еді. Соның заманында жұрт бұзылып, бір күні уәзір патшаға келе жатқанда, халық қамап алып, дегенімізді істе, істемесен өлтіреміз деп, ішіндегі бір батылдауы уәзірді сақалынан алып жұлқылайды. Уәзір ашу шақырмай, бұлардан шығып патшаға барып, жұрттың тілегін беріңіз деп өтініп, тілегендерін патшадан алып береді. Және өзінің көрген қорлығы үшін ешкімге жаза бермеңіз, оны да тілеп алады. Ертеңіне уәзірге бір саудагер келіп, тақсыр, кеше сізді ренжітіп, жұлқылаған кісіні айтайын деп келдім. Ол менің көршім Нағым еді. Шақыртып жазалаңыз дейді. Бұл сөзді естіген уәзір саудагерді қайтарып жіберіп, Нағымды шақырып алады. Нағым жолда келе жатып, менің кешегі ісімді біреу айтып қойған екен ғой деп қорқып, уәзірге келе сала аяғына жығылады. Уәзір Нағымды жерден көтеріп алып, мен сені жазалау үшін шақырмадым, бірақ көрші саудагер жақсы кісі емес екен. Сенің білместігіңді маған келіп айтты. Екінші рет ол көршіңнен сақтанып жүргейсің. Соны айтайын деп шақырып едім. Енді аман бол деп шығарып салып үйіне кіріп кетеді. Түсіндік пе? Осыны көрініс ретінде қояйықшы мына. Ал балалар, бүгінгі жамандыққа жақсылық деген шығармамызды түсіндіңдер ме? Қане өз түсінігімізді айтайықшы, кім айтқысы келеді? Мирас? Тұрып айтайын сол жерде. Бір күні Қызылбас патша болыпты, оның Абдулла деген уәзірі болыпты. Оның кезінде жұрт бұзыла бастап, көтеріліс болады. Бір кезде уәзір патшаға бара жатқан кезде, оны халық ұстап алып, арасындағы ең батылы барып, дегенімізді істе, әйтпесе өлтіреміз деп айтады. Сөйтіп уәзір ханға барады. Уа ханем, маған тиіскендерді жазаламай-ақ қойыңызшы дейді. Оларға халықтың сұрағанын беріңіз, киім-кешегін беріңіз. Жақсы, Мирас, жалғастырсам болған. Ол кезде халыққа бара жатқан кезде алдынан саудагер шығады. Сосын саудагер оған айтады: "О, уәзір, сізді жұлқылап тиіскен адамды білемін. Оның аты Нағым. Нағымды шақырып жазалаңыз." Сосын уәзір айтады: "Жарайды, бара бер" дейді. Сосын Абдулла. Қызылбас патшасының Абдулла деген уәзірі бар еді. Соның заманында жұрт бұзылып, бір күні уәзір патшаға келе жатқанда халық ұстап алады. Дегенімізді істе, әйтпесе өлтіреміз. Сол сөзді патшаға айтты. Уа патшам, халықтың айтқанын істейік, оларға азық-түлік берейік. Кешегі мені қорлаған адамдарды кешіре қойыңыз деп сұрайын деген. Жарайды, кете бер. Ол уәзір, кешегі сізді ренжіткен, жұлқылаған адамды айтайын деп келдім. Ол менің көршім Нағым, оны әкеп жазалаңыз. Жарайды, кете бер. Уәзір, мен сені жазалайын деп шақырған жоқпын. Сенің көршің саудагер, ол жаман адам екен. Сенің істегеніңді маған айтып келді. Екінші рет одан сақ болып жүр. Аман бол. Бара бер. Ал осы шығармадан біз не түсіндік? Жамандыққа жақсылық дегенді қалай түсінесіңдер? Жанайым. Біреу саған жамандық жасаса, сен оған жақсылық жаса. Жақсы. Самохан. Жамандықтың артынан жақсылық шығады. Жақсы. Сен қалай түсінесің, Алмат? Аспен ұрғанды таспен ұр.